Қазір sizga tarixdan 3 сұрақ қоямын. Үшеуіне дұрыс жауап берсеңіз, бізден сыйлық бар, хорошо? Все, бірінші сұрақ. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 1900. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Керей мен Жәнібек қай жылы құрды? Давайте онда бүйтейік. Пока ойланып отырмыз мына сұраққа, екінші сұраққа көшсек болады, хорошо? Дейді қалай? Жақсы. Кіші жүз ханы Әбілқайыр Ресейге қосылу туралы антты қай жылы қабыл? 1931 жылы. Вот, дұрыс. 1937-1938 жылдары Қазақстанда қандай оқиға болды? Сталин революциясы болма? Соны қалай айтады? Сталин репрессия бір нәрсе. Мороз сондай болды да қазақ даласында. Мысалы сол революцияда не болды? Ашаршы. Вот, осылай. Ашаршы, сосын қуғын сүргін болды. Хорошо. Енді бірінші сұраққа ораламыз. Қазір соған жауап берсең. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Құрған Керей мен Жәнібек қай жылы? 1825. 1825 ол дейтін бері қарай ғой, ол ше ана жақта. 1700. Жақсы. Екі сұраққа дұрыс жауап берген үшін бізден сізге сыйлық мына шоколад сникерс. Бізге тіркелгенсіз ба? Жоқ. Бақиту.kz-ге тіркелген болсаңыз, сізге бір шоколад орнына екі шоколад бердім. Қазақ хандығының қай жылы құрылғанын комментарийға жазып жіберіңіздер, достар.